Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін математика пәнінен сатып алу және ақша қайтару тақырыбын өтеміз. Балалар, бірінші тапсырмаға қарайық. Бірінші тапсырма. Сырым мен Әлияда 100 теңгеден бар. Олардың әрқайсысы 2 тауардан таңдады. Балалар, қандай тауарлар сатып алды және олардың әрқайсысында қанша теңгеден қалды? Балалар, Сырым мен Әлияға зат таңдауға көмектесейік. Сырым су мен тоқаш сатып алды. Бізде су 60 теңге, тоқашымыз балалар 30 теңге. Сонда балалар, сатушы оған неше теңге қайтарады? Дұрыс айтасыңдар. 10 теңге қайтарады екен, жақсы. Әлия алдымен тәтті тоқаш сатып алады екен, балалар? Ол 50 теңге екен. 100 теңгеден 50 теңгені азайтамыз. Әлияда әлі 50 теңге бар. Ал балалар, Әлия тағы қандай зат алуы мүмкін? Жақсы. Ол тәттілерді алуы мүмкін, балалар? 20 теңгеге тәттіні алса, дүкенші Әлияға неше теңге қайтарады? Дұрыс айтасыңдар. 30 теңге қайтарады екен, балалар? Жақсы, жарайсыңдар. Келесі екінші тапсырма. Есептерді шығар, кері есеп құрастырып көр дейді балалар. Болды 100 теңге, жұмсады 70 теңге. Қайтарды белгісіз теңге. Балалар, дүкеншінің неше теңге қайтарғандығын анықтауымыз керек. Ол үшін 100-ден 70-тің айырмасын анықтаймыз. 30 теңге дұрыс. Жауабы 30 теңге қайтарды. Келесі, болды 90 теңге, жұмсады 50 теңге. Қайтарды белгісіз теңге. Шешуін анықтаймыз. 90-нан 50-ді азайтамыз. 40 теңге. Жауабы 40 теңге қайтарды, балалар. Енді осы есептерге кері есептер құрастырайық. Болды белгісіз теңге, жұмсалды 70 теңге, қалды 30 теңге. Шешуі: 70-тің 30-ға қосындысының мәні 100. Жауабы 100 теңге болды. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Келесі кері есепті құрастырайық. Болды белгісіз теңге, жұмсалды 50 теңге, қалды 40 теңге. Шешуі: 50-дің 40-қа қосындысы 90. Жауабы 90 теңге болды. Балалар, олай болса, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Үшінші тапсырма. Кестеге қара, есептер құрастыр және оны шығар. Балалар, кестеде әмиянда берілген ақшаның саны және не алды жазылып тұр, балалар. Мысалы, печенье алу үшін әмиянда 100 теңге болған еді, 30 теңгесін жұмсады. Әмиянда неше теңге қалғанын анықтауымыз керек. Болды 100 теңге, жұмсалды 30 теңге, қалды белгісіз теңге. Шешуін анықтаймыз, балалар. 100-ден 30-ды азайтамыз. Мәні, балалар, 70 теңге. Жауабы қалды 70 теңге. Келесі есеп. Әмиянда 100 теңге болды, жұмсалғаны белгісіз, қалғаны 40 теңге. Шешуін анықтаймыз, балалар. Жұмсалған табу үшін, балалар, біз 100-ден 40-ты азайтамыз. Мәні, балалар, бізде нешеге тең деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасың, 60, яғни 60 теңге жұмсады. Келесі бізде балмұздақ. Әмиянда неше теңге бар екендігі белгісіз, жұмсалды 40 теңге, қалды 10 теңге. Әмиянда неше теңге бар екенін анықтаймыз. Ол үшін жұмсалған теңгені қалған теңгеге қосамыз. 40-тың 10-ға қосындысының мәні 50-ге тең. Жауабы әмиянда 50 теңге болды. Жарайсыңдар, балалар. Келесі 4-ші тапсырмаға қарайық, балалар. 4-ші тапсырма.
әрбір топтағы заттар қандай белгілері бойынша жинақталғанын айт дейді. Балалар, бірінші топтағы заттарға қарайық. Қандай бірдей белгілері бар? Дұрыста айтасыңдар, бәрі киімдер, балалар. Келесі топта балалар, нені көріп тұрмыз? Фигуралар мен оқу құралдарын көріп тұрмыз, балалар. Олар не байланыстырып тұр? Түсіне қарайықшы. Барлығы көк түсті екен, балалар. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі топта дұрыс айтасыңдар. Барлығы фигураларға жатады екен. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар, балалар.